қазақтың қыздары келін болып жаңа бүкіл туысқандарға күйеуге шыққаннан кейін одан кейін тумай ма? Ол туған кезде ол баланы өзі үшін туады. Ол байға керек емес, еркектер қарамайды ол балаға. Ата енесі там чуть-чуть могут помочь, но в принципе она одна остается с ребенком среди всей этой толпы родственников, еще успевай готовить, успевай убираться, за всеми обслуживать. Это вообще невыгодно. Әйел бала туған кезде декретте жынды болып кетуі мүмкін. Саған білінбейді да ол, сен ана кинода жестко көрсетеді. Сен жұмысқа барып келесің, сен балаға шығасың, сенге орта бар, кафеге барып отырып келесің достарың. Әйел ше ол күні бойы үйдің тірлігі декретіне, ана бір существоға көтінің болған тасылып ауырса, деп жаңағы азынан кешке балаға қарап бүкіл үйдің тірлігі дақым миы даже стресстен ше кейбір әйел жынды болып кетуі мүмкін. Декретте әйел стресстен өтеді қатты. Вот сондай моментте жұмыстан келген кезде ана әйел ауырып жатуы мүмкін, ауырып жатқан кезде давай, дорогая, мысалы балаға мен бүгін қарай тұрайын, или ыдысты мен жуасам бүгін сен бір жат демалып ал деген сияқты мелочтан басталады. Егер өмірде адамгершілік пен эмпатия бірінші орында тұрған кезде урос привали дегендер болмайды ғой. Екеуіңе де выгодно емес па? Бақытты ол. Зачем вы друг другу проблема создаете? Әйел адамның робот қылып ше. Бүкіл тілекті әйел адамға жауып қойып та. И обе еще раз сол бәрін істеп балаға да қарайды. Бала қараудың өзі конкретно жұмыс. Это очень сложно. Ал кейбір еркектер өзінің баласының қай класста оқитынын да білмейді, баланың тәрбиесіне мүлде 1 грамм араласпайды. Үйленіп алып, әйелін үйде отырғызып қойып, шаға шығармай, и өзі достарымен қаңғыра деп спокойно жүре береді. Даже болмайды ғой. Адамгершілік керек қой.